Assalomu alaykum do'stlar. Kenglar, bugun Jon Kexoning Sana asida hamma narsani eslay oladi kitobining 2-bo'limi bilan suhbatimizni davom ettirsak. 2-bo'limimizning ati O'y, sana deb aytiladi ekan. Bugun shu o'yimiz, sanamiz haqida ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Mirdad kitobidagi so'zlar bilan bugungi gurungimizni boshlasak, sizin her bir qiyallarınız ulkan, жалынлы harfler bilen asmanga oyulup yazılgan deb ko'z oldingizga keltiremizde. Haqiqatında da oylarımız sonday. Hem de bu oylarımızda hemme ko'rib turibdi. Kelinglar, her bir inson o'zining o'y qiyalin o'zine haqiqat deb oladi. Bu haqiqat, buni tan olishimiz kerak. İnsan üçün bir vaqtning o'zinde iki haqiqiy dunyo bor. Ya'ni bizda birinchi qorshab turgan atrofimizdagi haqiqiy dunyo hamda ichki dunyomiz, o'y sanamizda yuz berib o'tirgan dunyo. Biz bu iki dunyoni da haqiqat deb tan olamiz, ham so'g'an jarasa umrimizda, turmushimizda kechirib boramiz. İçki dünya degenimiz ne? İçki dünya degenimiz bu bizlerin qiyallarımız, sezimlerimiz, birovning g'am tashvishine sherik bo'luvimiz, quvonuvimiz, qo'rquvimiz, sezimlerimiz, yaxshi ko'ruv, yomon ko'ruv, gumon qiluvimiz, bularning hammasi bizning ichki dunyomizda yuz beradi. Sirtqi dunyo deganimiz bu atrofimizdagi odamlar, ularning bizga bo'lgan ta'siri, turmushimiz, jumishimiz, tabısımız, жасап атырған тұрмысымыздың өзі бұл сыртқы дүниямыз. Осы екі дүния ортасындағы айырмашылықты біз ажыратып алғанымыздан кейін ой санамыздың қаншалықты дәрежеде күшлі ахметке ие екенлігін анықтап аламыз. Ішкі дүниямыз сол дәрежеде бір тәсіршең, sırttan болатын тәсірлердің себебінен ішкі дүниямыздағы жүз беретін хадиселерді біз тек қана сыртқы дүниямызда жүз беріп атырған нәрселердің айнасы сипатында ғана көруді тана аламыз. Яғни айтқанда көпшілік инсандар ішкі дүниясының күшіне сенбейді. Тек қана осы сыртқы тәсірден болып атырған, сыртқы дүнияда жүз беріп атырған нәрселердің сыртқы дүнияның тәсірінде ғана жасап, ішкі дүниясын сол сыртқы дүнияға маслап қояды. Haqiqatында ондай емес. Біздің тұрмысымызды ішкі дүниямыз басқару керек. Ішкі дүниямызда болып атырған, ойларымызда, қиялымызда болып атырған нәрселер ғана сыртқы дүниямызды жарата алуына көзіміз жетуі керек. Келіңдер, осы ішкі дүниямызда жүз беретін ойларымыз, қиялlarımızды біз энергия деп алсақ. Har қандай энергия физика тілімен айтқанда қандайдыр бір формаға, қандайдыр бір көрініске ие болады. Біздің ішкі дүниямыздағы ойларымыз, қиялlarımızда энергия, демек оларда қандайдыр бір формаға, көрініске ие. Ішімізде біз не нәрселерді ойласақ, сыртқы дүниямызда әлбетте ол өзінің көрінісіне ие болып, жүзеге шығып тұрған болады. Балалығымыздан hamımız білеміз, шишалы лупа менен көп ойнайтын едік, ядыңызда болса. Біздердің сол қиялlarımыз, санамыздағы қиялlarımız әр жақта шашырап жатыпты да. Бір майданға ойымызға, қиялымызға келіп кететін ойлар ешқандай бір ахиметі де жоқ, оның өмірімізге ешқандай бір тәсірі де болмайды. Ол бір майданға жанып өшетін бір жалынға, бір орыс тілінде айтқанда искра деп айтады, сол искра жалынға ұқсайды. Дәру жанады да өшеді. Ешқандай біздің тұрмысымызға, өмірімізге ешқандай өзінің тәсірін көрсете алмайды. Лекін сол ойларымызды бір бағдарменен тәртіпке салып, бір мәлім бір жөнеліске қаратып бағдарлай алсақ қана ол күшке ие болады. Аз жоғарыда айтып өттім, балалығымызда шишалы лупамен ойнайтын едік.
Лупаның екі тарапы бар. Ойнап көрген болсаңыздар, істетіп көрген болсаңыздар білесіздер. Бір тарапында нұр тарқалады. Яғни құяштың нұрын тарқатып жібереді, ешқандай оның күші, энергиясын, ыстылығын сезбейміз. Ал екінші тарапын аударып, бір ноқтаға бір белгілі бір аралықта былай сақлап тұрып нұрды жөнелтірген уақытымызда білеміз, бір ноқатқа айланып, онан өрт пайда болып, жалын пайда болады. Бұл қиялларымызды, сол энергияларымызды бір нәрсеге бір бағдарлаған уақытымызда жүз беретін хадисе деп аламыз. Біз сізге солай түсіндіреміз. Демек, қиялымызда шашырап жүрген әрқилы ой, қиял, санамыздағы пікірлер болатын болса, анық бір бағдарға жөнелтіріп алуымыз керек. Біз сол уақытында ол өртке айланады, күшке ғана айлана алады. Ішкі дүниямыз біз ойлағандай бір болар болмас нәрселер, керек емес шығындыларға тола деп ойлағанымызда бұл қате пікір. Har қандай біздің қиялымыздағы, ойымызда жүз беріп атырған нәрселер біз қалаймыз бе, қаламаймыз бе, өмірінде өзінің бір формасына, көрінісіне ие болып шыға келеді. Әмде бізді қоршап тұрған сыртқы дүниямызда әлбетте ол жүзеге шығып қалады. Бүгін жүз берер ол, ертеге жүз берер, ямаса бұндан 10 жылдан кейін жүз берер. Қиялымызда нені ойлап жүрген болсақ, сол нәрсе әлбетте сыртқы дүниямызда пайда болады. Бұл хақында мұхаддис дінімізде де айтып өтілген, ниетіңізді тура етеміз. Пайғамбар алейхиссалам сондай деп ескерттірген, ниетіңізді тура қылыңдар, инсанның ниетінде жатады деген сөздерді айтқан. Біз де сол пікірімізге қосылып қаламыз. Бүгін жұма күні екен. Жұма күнінде жақсы ниетлеріңіз Алла даргенде шырайлы тәрізді қабыл болсын. Сәуетімізді давам еттіреміз. Дыққат етеміз. Бірінші қадем жаңаша өмірге жаңаша қадем қою. Бұл жүда аңсат һәм апуайы. Тек қана қиялларымызды күзетеміз, оларды бағдарлаймыз, тура жөнеліс береміз. Керек болатын болса тұрмысымызға критика көзі менен назар таслаймыз. Келіңлер, біз финансылық тұрғылықты қалап отырмыз. Демек, материалдық жақтан бір тоқ болуды қалаймыз. Лекін соныңмен біргелікте пұл жетіспейтіндігін тез-тезден өзімізге есетеміз. Затлар қымбатлап кеткен, дәрі-матым аз деген нәрселерді ойлай береміз, пікірлей береміз. Пұл жетпей жатырды деп өзімізді әр сапар сендіріп барамыз. Сізге турдан туры сауал. Көбірек бай болып кету хақында пікірлейсіз бе, яки көбірек сол пұл жетпей жатырғандығынан налып көп өзіңіз сұрап бересіз бе? Ане сол жерде біздің айтқан балансымыз келіп шығады. Біз бай болуды қалаймыз, лекін бай болу хақындағы сананы ойламаймыз, ойларды ойламаймыз да, пұлдың жетпей жатырғандығын ойлай береміз. Жақсы дараматлы жұмысқа ие болуды қалаймыз, лекін соныңмен біргелікте ондай жұмыс жоқ, ондай жерде менің имканиятым жоқ, пәленше-төленшелердің балалары, қызларды істейді, маған ондай орын қайда деген ойлар қиялымызда бола береді. Бір қалудың өзі жеткілікті емес. Сол нәрсені әмелге асыратын ойларды, режелерді ойламаймыз да біз. Тек қана оған қарама қарсы келетін, өзіміздің көкірегімізден басып кейінге қайтарып қоятын нәрселерді ғана ойлай береміз. Адамлармен кірісімлі, хош сәубет инсан болуды қалайтындар бар. Сол инсанның өзі бір уақытта мен адамлармен келісе алмаймын, мен жақсы сөйлей алмаймын, тілім майлы емес, сұлу сөйлей алмаймын, тез кірісіп кете алмаймын адамларменен деп өзіне қайта-қайта өзіндегі нұқсанларын естете береді. Нәтижеде ол ешқандай адамлармен кірісімлі, заманауи тілменен айтқанда оратор екен, яки адамлармен кірісуші екен, толковый инсан екен деген бағаларды өзіне ала алмайды. Күшлі инсан болуды қалаймыз әммеміз күшлі, жетек инсан болуды қалаймыз да. Лекін соныңмен біргелікте өзіміздің әзі тәріплерімізді мойнымызға ала береміз да. Менің мынандай жерімде әзі жерім бар, мен
слабый инсанмын, денсаулығым жоқ, болмаса кірісушең емеспін, болмаса қолымнан келмейді оқсаған өзімізге бір болмағыр кері тәсір ететін пікірлермен миымызды зәһәрлеп бара береміз. Мақсатқа ерісу үшін тек қана үміт етудің өзі жетерлік емес. Құрметті шәкіртім, ядыңызда сақлаң. Біз 12 сағатлап та жұмыс істеуіміз мүмкін. Тоқтамасына аянбай қара минет етуіміз мүмкін. Лекін оның менен біргелікте біз оның нәтижесінде 12 сағатлап жұмыс істегенімізбен біз бақытлы болып қалмаймыз. Яки дараматлы бай инсанға да айланып қалмаймыз. Бұның себебі сол ол қиялларымызда өзімізге қарсы кері келетін ойлар менен қиялларымызды толтырып, өзімізді ісендіріп жүргеніміз себеплі. Тұрмыс шарайтымызды өзгерткіміз келе ма? Тұрмысыңызды жақсы тарапқа өзгерткіңіз келе ма? Демек, тұрмысыңызды өзгерттіретұғын ойлар менен, саналар менен, пікірлер менен толтыруымыз керекпіз. Біз тұрмысымыздағы айрым нәрселерден налаймыз, сол налайтын нәрсемізді ести береміз да. Сол тұрмысымызды жақсылайтын нәрселерді ойламаймыз. Сол тұрмысымызды кері жүргіздіріп атырған, бізді бақытсыз етіп атырған нәрселер хақында көбірек ойлаймыз. Әуметлі инсанлар хақында ойлаймыз, әуметлі инсан болғымыз келеді, сонымен біргелікте біздің өзіміздің әуметсіз екенімізді сендіріп барамыз. Материалдық тоқ инсанлар білесіздер ме? Олар өзінде байлыққа, әуметке, қаржыға байланысты саналар мен ілімлер мен пікірлер мен толтырып жасайды. Материалдық тоқ инсанлар да сондай, әуметлі инсанлар да сондай. Әуметлі болғымыз келе ме? Тек қана әумет келтіретін ой саналар мен миымызды толтыруымыз керекпіз. Оған қарсы кері келетін нәрселер менен емес. Әлбетте, ойлауыңыз мүмкін, пұлы бар адам жақсы затлар хақында ойлай алады. Менің болса пұлым жоқ, имканиятым жоқ деп ойлап отырған шығарсыз. Пұлым болмағаннан кейін мен қалай жақсы затлар хақында ойлаймын? Жоқ, бұл қате пікір. Ядыңызда болсын, бұл дүнияда сізді бақытлы ететін, әуметлі ететін тек қана бір құрал бар. Бұл да болса өзіңіздің ойларыңыз, өзіңіздің пікірлеріңіз. Бұл сізден арнаулы білім талап етпейді. Бұл бейпұл берілген Алла тарапынан бейпұл берілген сізге немат, сізге ақыл берілген, сізге ми берілген. Алла Тағала бізге бейпұл етіп беріп қойыпты, сананы ақылды беріп қойыпты. Осы ақылымызды дұрыс жөнелтіре алғанда ғана біз өзіміздің нәтижелерімізге ерісе аламыз. Мархамат, денсаулық керек пе? Денсаулық хақында санаңыз рауажандығын. Жақсы нәтижеге еріскіңіз келеді ме? Жақсы нәтижеге ерістіретін ілімлерді алың. Бақытлы болғыңыз келе ме? Бақыт хақында ойлайын. Хакимиятқа еріскіңіз келеді ме? Хакимиятқа ерісу ұсулары хақындағы сана ойлармен толтырып барың. Бұл имканият әммемізде бар. Жоғарыда айтқанда бейпіл берілген. Қандайдыр бір мәлім білімлерді, бір ресурсларды сізден талап етпейді. Ядыңызда болсын, біздің миымыз, ойларымыз, бұл Алла тарапынан сізге берілген бейпіл ресурс. Алла бізге бұл нәрселерді мұтқа беріп қойды. Біз қиялымызда нені ойласақ, нені жаратсақ, сыртқы дүниямызда сол әлбетте өзінің көрінісін табады. Бізден ұзақласпан, кітабымыздың кейінгі бөлімлерінде сәуетімізді давам еттіреміз. Сау, саламат болыңыз.